Әдебиет әлемінде қалам ұшынан туып, мәңгілікке айналған хикаялар бар. Бір пара қағаз тұтас бір дәуірдің есігін ашады. Сарыарқан ерке желі мен еркін даласы. Мұнда әрбір төбе мен әрбір көл өткен күннің сыбырын сақтаған. Бұл сұлулық пен еркіндік салтанат құрған мекен. Ал осы даланың еркесі, арқаның ардақтысы ақан сері. Оның жаны жыр, өмірі өнер, бірақ өнер жолы әрқашан тегіс болған ба? Оның серігі, қанаты, мұңдасы, құлагер. Бұл жай ғана тұлпар емес, бұл тазалық пен асқақтықтың символы. Олардың арасындағы байланыс, адалдықтың ең биік шыңы. Алда ұлы жиын, Сағынайдың асына барар жол, сый құрмет пен қонақ жайлылық. Бірақ ақанның көңілі алаң, оның жанары тек бір ғана бейнеде, ол құлагерде. Халық болса таң қалып, бірақ құлагердің тұлпарлығы Батыраш байдың ішіндегі қызғаныш отын лаулатты. Қызғаныш соқыр еткен көңіл, арамдықпен жол кеспек. Дүбірлі бәйге, шаң қапқан дала, құлагер алда келе жатты, бірақ оны не күтіп тұрған ешкім білмеді. Мәреде көк ат, халық шулап, баланың зары мен елдің ашуына тек Батыраш қана риза. Бұл бәйге емес, бұл қастандық, өнердің қас жауы, надандық пен көре алмаушылық. Бірақ жүйрік өлсе де шындық өлмейді. Өнер мен жауыздық майданының куәсі болыңыз. Тұсымда сер болсын, пер болсын, ұнайды өмірмен ақан маған. Құрметті оқырман қауым, осы шығарманы оқуға шақырамын.